Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? Бүгін біз қысым бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар, бірінші сұрақта былай делінген: сұрақтарға жауап беріңіз. А-сында қысым дегені қатты дене үшін, Б тапсырмасында қатты дене үшін қысым қалай анықталады, қысымды қалай азайтуға болады, ал С тапсырмасында берілген суреттерді салыстырып, қай жағдайда баланың жерге ең көп қысым түсіргенін анықтаңыз, жауабыңызды түсіндіріңіз. Оқушылар, қысым дегеніміз қатты дене үшін бір өлшем бетке перпендикуляр бағытта түсетін күш. Оны анықтау үшін ең алдымен қысымды кішкентай п әрпімен белгілейміз, оны табу үшін күшті ауданға қатынастырамыз. Ал енді оның қысымды азайту үшін күш түсетін беттің ауданы үлкейтсе, қысым азаяды. Яғни мынау бізде неғұрлым үлкен болатын болса, оған түсіретін қысымы да аз болады екен. Ал енді С тапсырмасы бойынша берілген суреттерді салыстырып, қай жағдайда баланың жерге ең көп қысым түсіретінін анықтаңыз, жауабыңызды түсіндіріңіз делінген. Оқушылар, бізде С дұрыс жауап болады. Себебі мұнда күш түсетін аудан басқаларына қарағанда аз, сондықтан оған түсетін қысым көп болады. Оқушылар, екінші тапсырмада суретте сынапты барометрдің қарапайым түрі көрсетілген. Мынаның ішінде оқушылар сынап, мынау бізде Y деңгейі, ал мынау тігінен берілгені X деңгейі. Атмосфералық қысым артқан кезде X және Y деңгейлері қалай өзгереді? X деңгейі оқушылар атмосфералық қысым артқан кезде жоғары көтеріледі, мұнда жоғары көтеріледі, ал Y деңгейі сынап жоғары көтерілген кезде не істейді? Y деңгейі төмен түседі. Яғни мынау сынаптың деңгейі төмен қарай түседі. С-да себебін түсіндіріңіз. Оқушылар, себебін түсіндіретін болсақ, атмосфералық қысым сұйық бетінен төмен қарай бағытталған қысыммен әрекет етеді. Паскаль заңы бойынша ол қысым барлық бағыттарға бірдей беріледі. Сондықтан мұнда сынапты ілестіре көтеретін күш сыртқы атмосфералық қысым болып табылады. Оқушылар, келесі үшінші тапсырма: ардақ алқаның күмістен жасалған тексеру үшін оның салмағын ауада және суда өлшеді. Өлшеу нәтижелері: ауадағы салмағы 16,4 ньютон, судағы салмағы 14,6 ньютон. Асында неліктен ауадағы алқаның салмағы судағы салмағына қарағанда аз деген сұрақ берілген екен. Себебі суда денеге ауырлық күшінен басқа ығыстырушы күш әрекет етеді деп мұнда жазып қоямыз. Ал Б-сында алқаның күмістен жасалғанын тексеру үшін келесі шамаларды анықтау керек. Бірінші, алқаның массасын, екінші, алқаға әсер ететін кері итеруші күш, үшіншісінде алқаның көлемі, төртте алқаның тығыздығы, ал бесінші тапсырмасы: кесте бойынша күмістің тығыздығы 10.500 кг бөлінген метр куб. Ардақ қандай нәтижеге келді? Оқушылар, есептің берілгені бойынша ауадағы салмағы 16,4 ньютонға тең, судағы салмағы 14,6-ға тең. Бізге бірінші табу керек массаны. Массаны табу үшін ауадағы салмағын бөлеміз G-ға. G өздерің білесіңдер 9,8-ге тең. Оны жоқтап 10 деп алсақ болады. Сонда 16,4 ньютонды бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограмға. Сонда бізде массасы тең болады 1,164 килограмға. Екінші, Архимед күшін табу керек. Архимед күшін табу үшін ауадағы салмақтан азайтамыз судағы салмақты. Яғни 16,4-тен азайтамыз 14,6-ны, сонда тең болады 1,8 ньютонға. Енді үшінші тапсырмада көлемді табу керек. Көлемді табу үшін Архимед күшінің формуласын қолданамыз. Архимед күші тең болады тығыздық көбейтілген G көбейтілген көлем. Осы формуладан көлемді табатын болсақ, Архимед күшін бөлеміз судың тығыздығы мен G-дің көбейтіндісіне. Енді оқушылар, орнына қоятын болсақ, Архимед күші тең болады 1,8 ньютонға. Судың тығыздығы өздерің білесіңдер 1000-ға тең. Көбейтеміз G 10-ға тең. Сонда 1,8-ді 10.000-ға бөлетін болсақ 0,100,018 болады. Дәл осылай қалдырсақ та болады, немесе 18 көбейтілген 10-ның -5 дәрежесі деп алсақ та болады. Енді оқушылар, төртінші тапсырмада тығыздық табу керек. Тығыздық табу үшін массаны көлемге бөлеміз.
Масса мінеки 1,164 кг. Көлем мінеки мұнда 18 көбейтілген 10-ның -5 дәрежесі метр куб. Сонда бөлген кезде оқушылар жоқ шамамен 9111 болады. Енді оқушылар негізі кесте бойынша күмістің тығыздығы 10.500-ге тең. Ал біздің есептеуіміз 9111 кг бөлінген метр куб шықты. Мынандай тапсырма берген, ардақ қандай нәтижеге келді? Сонда оқушылар ардақ алқаны сатып алмайды, себебі оның тығыздығы тиісті тығыздық мөлшерінен аз болып тұр екен, демек ол алқа жасанды. Егерде біздің тапқан мөлшеріміз 10.500 немесе 10.500-ден жоғары болатын болса, ол демек ол таза күміс деген сөз. Ал мінекі өздерің көріп тұрғандай 10.500-ден аз болып тұр, демек бұл алқа жасанды екен. Сонымен оқушылар БЖБ-да берілген 3 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер қажет болса, каналымда бірінші және екінші нұсқасы бар. Физикадан бөлек оқушылар алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды, қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.